Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мультимедиалық технология. Мульти көп медиа орталы. Мультимедиа компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді, мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және мультипликациялық түрде шығаруды жүзеге асырады. Мәтін түрлі түсті графика, дыбыс, сөз бен кескін синтезін жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап, диалогтық түрде жұмыс істейді. Мультимедиа элементтермен еркін интерактивті түрде қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейне көріністерді компьютер экранында көрсетуге, тыңдауға толық мүмкіндік бар. Мультимедиалық программалар сөйлейтін энциклопедиядан бастап бейне клиптік мәліметтер базасын жасау жұмыстарын толық қамти алады. Мультимедиалық ақпаратты қамсыздандыру. Негізгі мультимедиалық комплектіге жүйелік блок, оперативті жад, бейне адаптер, дыбыстық плата, колонка, дискі жетек жатады. Қосымша құрылғыларға құлаққап, микрофон, MPS декодерлер, дисковод DVD, SDR немесе SDRW жатады. Мультимедиалық құжаттар. Мультимедиалық құжаттарға мәтіндік, графикалық, сандық ақпарат, антиматацияланған графика, дыбыстық ақпарат, бейне жатады. Мультимедиалық құралдардың түрлері: теледидар, DVD ойнатқыш, SD ойнатқыш, микрофон, құлаққап, камера, фотоаппарат, компьютер, ноутбук, планшет, КПК, мобильді телефон, проектор, интерактивті тақта, Bluetooth, флеш карталар жатады. Музыкалық редакторлар және графикалық редакторлар. Қорыта келгенде, мультимедиалық құралдарды пайдалану білім беру саласын, оқыту үрдісін айтарлықтай жақсарта алады. Бұл зерттеу мидың ақпаратты қалай өңдейтінін түсіндіре алатын мультимедиалық құралдардың тиімділігін түсінуімізге барынша ықпал жасады. Осы зерттеу мультимедиалық құралдарды оқыту мақсатына пайдаланудың тиімді, тиімсіздігін көрсететін бірнеше қағидаларды айқындады. Мультимедиалық құралдарды пайдаланатын оқыту барлық мәселелерді шешпегенмен, 21 ғасырда қолданылып жатқан оқыту құралдарының ішінде өзіндік маңызды орны алары айқын. Зерттеулерге сүйенсек, мультимедиалық оқыту құралдары оқушыларды сабаққа ынталандырудың және оқытудың ең маңызды құралы болып саналады.